Xayrlı күн, құрметті достар. Бүгінгі сабақта біз әке толғау күйінің саға бөлігін, яғни жалғасын үйренетін боламыз. Алдыңғы сабақта біз бірінші бөлігін үйренген болатынбыз. Енді саға бөлігін үйренетін боламыз. Ең бірінші бізде саға бөлігі ол 0-ден басталады, яғни ашық. Және 14-ті ұстаймыз, екінші саусақпен 14-ші пернені ұстаймыз, төмен жоғары. Келесі 12-ні басамыз, төмен және 14-ші пернеге лига жасаймыз. Яғни бұл жерде қағыс қақпаймыз, тек лига жасаймыз. Келесі 16 төмен және 14 жоғары. Келесі бізде 12 төмен және 14-ке лига жасаймыз. Одан кейін төмен жоғары және алма кезек тағы да 4 қағыс. Қосып көрейік. Келесі бізде тағы да осыны қайталаймыз. Келесі бізде 17-ші. 17-ні басамыз. 17-ші пернені төмен жоғары 3 қағыс. Келесі бізде 16 төмен және 17-ге лига. Және төмен 17-те тағы да төмен және 16-да жоғары. Келесі 14-те. Осы жерде тұрып біз 7 қағыс қағамыз. Төмен жоғары және алма кезек 4 қағыс. Қайталаймыз осыны. Келесі бізде 19, яғни 4-ші саусақпен 19-ші пернені аламыз, 3 қағыс қағамыз. Төмен жоғары. Келесі 16 төмен және 19-ға лига жасаймыз. Және 17 төмен және 16 жоғары. Келесі бізде 14-ші перне. Төмен жоғары және алма кезек 4 қағыс. 7 қағыс болды общий. Келесі 17-ші перне. Төмен жоғары. Келесі 16 төмен және 17-ге лига жасаймыз. Төмен және 16 жоғары. Келесі бізде 14. Осы жерде тағы да 7 қағыс ойнаймыз. 7 қағыс дегеніміз, яғни 3 рет төмен жоғары және 4 рет алма кезек. Келесі бізде осы жерде тұрған жерде бірінші саусақпен астын ұстаймыз. Үстіңгі шекте 17-ні ұстаймыз бұлай. 4-ші саусақтың көмегімен. Және төмен жоғары 3 қағыс. Келесі 14-те 15, екінші саусақпен алма кезек 4 қағыс. Келесі 14-те 14, 7 қағыс. 14-те 15, 3 қағыс. Және 14 төмен, 15-ке лига. Және төмен жоғары 14-тің өзі 7 қағыс. Осы жерде осыны қайталаймыз. Реприза бар, яғни. Бізде 17 астыңғы шекте 3 қағыс. Келесі 16 төмен және 17-ге лига. Төмен жоғары және 14-ті басамыз. Төмен және қалған қағысты 14-те 15. Яғни үстін басуына қойып басып қаламыз. Алма кезек, төмен жоғары және алма кезек. Келесі 14-те 14, төмен жоғары. Келесі 12-де 14 төмен және 14-те 14-ге лига. 15 төмен жоғары. Келесі бізде 12 үсті ашық, төмен және үстіңгі шекте 14-ті жабамыз. Келесі 12-де 12-ге ауысамыз, төмен жоғары. Астыңғы шекте 10-нан 12-ге лига. Және 14 төмен және 12-де 12 жоғары. Келесі 10 астың шек үсті ашық төмен және үстін жабамыз. Келесі бізде 10-да 10 төмен жоғары. 9-да 10-нан 10-да 10-ға лига. Төмен және 12 төмен, 10-да 10 жоғары. Және 9-дың үстін ашамыз. Төмен және жабамыз. Үстіңгі шекті 10-да. Және алма кезек қағыс. 6 рет.
Осымен бітеді саға бөлігі, және келесінде қайтадан ең басындағы бөлімдерді ойнайтын боламыз. Осыдан кейін ең басы болды, және енді келесі бізде 3-ші, 4-ші қатарды ойнаймыз басындағы, 1-ші бөлімдегі. Осымен біздің әке толғау күйіміз өз соңына жетеді. Саға бөлігін мұқият жақсылап қараңыздар. Лига бөліктері бар. Осы жерін мұқият қарап, егер түсінбесеңіздер, қайталап көрсеңіздер, жай қойып көріңіздер, қайталап көріңіздер. Сол кезде үйренуге мүмкіндік болады.